рұқсат па? Рұқсат. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз. Жанар Саятұлы, мен сізді арнайы кабинетке шақырған себебім бүгінгі күнді жақсы, жағымды жаңалықпен сізбен бөлісейін деп отырмын. Жылдан жылға еңбегіңіз осылай көркейе берсін. Сізді арнайы құттықтап, мына Дубайға жолдама табыс етуге рұқсат етіңіз. Құтты болсын. Айдос мырза, дайынсыз ба? Дайынбыз. Жақсы, ұшуға дайындаламыз. Құрметті жолаушылар, ұшуға дайындаламыз, сақ болыңыздар. Дана ханым, ұшқыштар кабинасына келіп кетіңіз. Ұшып көтерілгеннен кейін. Сағым, қалай? Жақсы, өзің қалайсың? Сен вообще сенбейсің мен қайда екенімді. Қараш. Қара, мен қайда екенім, қайда? Мә, самолеттасың ба? Я, самолеттамын, аха. Прикинь, маған вообще өзім еңбегім үшін мұғалімдер күніне арнайы путевка берді ғой Дубайға. О, күшті. Бірақ ол бір адамға енді. Қалай, Әбіш? Дұрыс бопты. Отбасын тастап, өзің жүрген. Ренжіме енді мен. Келем, сағынып та үлгермейсің. Мен атынан бір балалардың бетіне жақсылап тұрып сүйе салшы. Құрметті жолаушылар, ұялы телефондарыңызды өшіріп қоюларыңызды сұраймын. Пока. Көрсеткенше. Омаров, Дидар, ой, қайдан жүрсің сен? Сабақ қайда? Сабаққа келмейсің, Дубайға баратсың ба? Ұбт-ға кім дайындалады? Ағай, сабақ оқып жүрмін. Тұрсам да, жатсам да оқып жүрмін. Дубайға не үшін бар жатсың? Просто бір есебін шығара алмай жатқан едім. Сосын фонтан жылдамдығын өлшейін деген. Масқара, ұбт-ға неге солай дайындаламайсың сен? Мен дайынмын ұбт-ға. Ал тексерейік. Нетуа неше заңы бар айтшы? 3 заңы бар. Қандай заңдар бар? Бірінші заңы инерция құбылысы. Екінші заңы F-тен M. Дұрыс. Үшінші заңы әрбір іс-әрекетке қарсы бір іс-әрекет. Ай, молодец, Омар. Молодец. Мені осылай оқып жүрсен, сен адам боласың түбінде. Сен болашағың бар. Жақсылап осылай дайындалып жүр, жарай ма? Мен саған сенем. Мен ең басты арманым грантқа түсіп, керемет маман болу. Молодец, жарайсың. Дидар, сен мен бүгін таңғалдырдың. Ойбай, мама, не болып кетті, давай. Құрметті жолаушылар, сабыр сақтаңыздар. Ең бастысы орындарыңыздан тұрмаңыздар. Бұл қалыпты жағдай. Атмосфераның ауысуының салдарынан осындай турбуленттік зонаға самолет кіреді. Сондықтан да діріл пайда болады. 25 жылдың ішінде статистика бойынша ешкім бұндай апаттан қайтыс болған жоқ. Ең бастысы орындарыңыздан тұрмаңыздар. Мен білемін, мен физика пәні мұғалімін. Қорықпаңыздар, сабыр сақтаңыздар. Жанар Саятұлы, қайда жүрсіз? Ертең 24 қыркүйек. Сіздің сыныбыңыздың карантин уақыты аяқталуда. Ана 4 оқушы БЦР тест тапсырмапты. Қайда қарап жүрсіз? Пилотқа қойыңыз. Айдос мырза. Қанжақта кнопка басасыз. Ұшуға дайындаламыз. Дана ханым. Ұшқыштар. Ойбай, мама.